Қазақстандағы туризм туралы өтеміз. Мына студенттердің бүгінгі сабаққа қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Я айта ғой. Менің ойымша бүгінгі сабақта біз Қазақстанның ең керемет жерлерін туралы өтеміз және оның табиғаты туралы. Жақсы. Тағы кім жауап береді? Қазақстандағы керемет жерлер туристермен баруға болады. Жақсы. Флуктуация деген бар. Флуктуация дегеніміз не білеміз бе балалар? Флуктуация дегеніміз ол айтылған ойды екі-үш етпей дәл түсінікті жеткізу. Яғни мәтінді оқығанда адам көңіліндегі жан дүние өзгерістермен ым-ишара кідіріс арқылы берілетін құбылыстарды білдіреді. Яғни флуктуация дегеніміз тыныс белгілерін қою. Белгі сұрақ белгі дегендер. Және бүгінгі флуктуация сабағындағы ең ішіндегі сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілері туралы өтеміз. Сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілері туралы кім оқиды? Сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілері сөйлеушінің эмоциясын жазу арқылы жеткізуде кейде бір ғана таңба жеткіліксіз болады. Соған байланысты сөйлем соңында кейде тыныс белгілері қабаттасып қойылады. Атап айтатын болсақ, сұрақ және леп белгілері, леп және сұрау белгілері, сұрау белгісі және көп нүкте, леп белгісі және көп нүкте. Тыныс белгілерінің қабаттасып қойылуы сөйлеушінің сөйлеп тұрған сәттегі көңіл күйі мен эмоциясын психологиялық жағдайын бейнелеуге жазылғанды дұрыс түсінуге көмектесіп, сөйлемді тиісті интонациямен оқуға және қабылдауға ықпал етеді. Жақсы. Айтылғанда сұрау мәні басым сөйлемдерге қойылады. Әлі күнге белгісі қойылыпты және қайдағы бала дегеннен кейін сұрау белгісі және бет белгісі қойылыпты. Жақсы, бет белгісі және сұрау белгісі қойылады. Кім оқиды? Екінші топ айта ғой. Толғау мәнінде монолог ма? Егер эмоция басым болса, онда алдымен бет белгісі, соңынан сұрау белгісі қойылады. Мысалы, не дейді? Бұл шынымен баяғы алаша аталықтың астында алты шақтан ұзып келетін торы ат бар. түсініңдер ғой, иә? Болаттың сұрқасы жерде оқ отыраға қойылген тізесі ұстап. Одан кейін түзілгі деген болады. Түсініңіздер ме? Жақсы, бет белгісі, одан кейін нүктелі. Сөйлеушінің психологиялық күйіне байланысты ой үзіліп қалған сөйлемдердің соңына қойылады. Жер шіркін, жер ананың қадірін кім біледі? Жер шіркін, жер ананың қадірін кім біледі дейді, иә? Жақсы, балалар бәріміз түсіндік қой, иә? Флуктуация және сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілері бәріміз жақсылап түсіндік қой, иә? Жақсы. Енді Қазақстан туризмі туралы видеоролик тамашалайық. Басқа елдерден келген адамдар біздің еліміздегі керемет жерлерді көріп, көру үшін келеді.
Bizim yerimizde ama iyi. Жоқ, басқа Басқа елдерден біздің елге саяхаттау. Апа болма. Я Барлық елдерде саяхаттайды. туристер. Туризм деген ол әлемдегі әр кереметтерді Саяхаттайды. туризм жерлерді көрсетеді. Екінші, Қазақстан туризмін дамыту үшін қандай үлес қосар едіңіздер? Жақсы жауап беріңіз. көптеген не салатын едім, отельдер, туристер қалалатын. Және де не көптеген қалай еді ойын жерлер қыдыратын анау. Иә. Қазақстан туризмін дамыту үшін мен көп үлес қосар едім. Біріншіден мен қызығырақ көрсетеді. Және де әр елден мықты блогерлар шақырып үлес қосар едім экология жағынан, өйткені көп туристердің басым бөлігі біздің таулар, сондай серуенге шығып қарайды. Сол өйткені жаман не қылмау үшін экологияны дамыту үшін. Жауап бере Қазақстанның әлі көп зерттелмеген жерлері бар. Сол жақтарда тоқ күшіндері көп қаржы бөлу керек. Сол қаржы бөлу үшін біз өзімізді бірінші дамыту керекпіз. құрастырамыз. Және мәтінімізде сөйлем соңында қабаттасып қойылатын ал балалар баста. жер әдемі жерлері бар. Мысалға Францияда Париж қаласында Эйфель башня бар. Ол Сол жердегі Эйфель башня көптеген жас жұбайлардың бір-біріне сезімдерін білдіретін жер болып саналып кеткен. ал Абу Дабида әлемдегі ең ұзын ғимарат бар. Әртүрлі қаладан туристер оларды көру үшін келеді. Ал Астана қаласында бәйтерегіміз бар. Сол үшін туристер, әр елден туристер сол қонақты жерлерді көру үшін және Görüşün gelirdi ya. Nasıl tasvir Ол махаббат символын білдіреді дегенде символ и өте қойсаңыз да болады және де лек беріңіз міне туристер Эйфель мұнарасын көруге келеді, одан кейін өтіп қойып жас жұбайлар сол жерге бір-біріне махаббат сезімдерін білдіреді.
ол Франция елінде Париж қаласында ең танымал сәулеттік туындысы өзінің әйгілі құрастырушы Густав Эйфельдің атымен аталған. Ол 1887 жылы салына басталған және 1889 жылы салыну аяқталған. Оның антеннаның төбесі 324 метр, ал шатыры 300 метр. Қабаттар саны 3 және 9 бар. Олар бір-бірімен ескерткіштер, олар бір-бірінің үлкендігімен, әдемілігімен белгіленеді. Сонымен қатар біздің ескерткіші бұл солтүстік Америкадағы алғашқы иелігіндегі жерлердің азаттық күресіндегі Франция мен Мауritania ескерткіші ретінде Францияның Африкаға біз тағы суретте көргеніміз бұл жер шары, көптеген ескерткіштер, ұшақтар бар, кемелер, біздің жердің табиғаты. Ал сұрақ ойымыз бар. Енді балалар бүгінгі сабақты қорытындылайық. Ал бірінші топ. Бүгінгі сабақта не білдіңіздер, не түсіндіңіздер, не үйрендіңіздер, не білгіңіз келеді? Жауап беріңіздер. Жауап беріңіз. Бүгін мен Қазақстандағы көрнекті жерлері және басқа елдерде де әдемі жерлер туралы мәліметтер білдім. Сонымен қатар маған бүгінгі сабақ өте ұнады. Жақсы. Және болашақта нені білгің келеді? Мен тағы да басқа елдердегі көрнекті жерлерін көбірек білгім келеді. Жақсы. Біз бүгін үйрендік дет белгісін, сұрақ белгісін, өтір нүктелерді қайда іздеп қоюлады және де әлемдегі туризмді Не білгің келеді? не білгім келеді? Тағы да Қазақстандағы көптеген көрнекті Димаш айтқандай көп ереже деген тоже білдік. Мен не үйрендім? Біз деген сол ережені қалай мәтінде дұрыс қоюды үйрендік. Ені білгім келеді. Мен болашақта туризм түрлерін білгім келеді. Мен бүгін сөйлем соңында қабаттасып қойған көңіл белгілерін білдім. Не үйрендім? Туризмде біз бүгінгі сабақта мәселелерді қалай дұрыс қою керектігін үйрендік. Қазақстанның және басқа да қалалардың көрнекті жерлері туралы білдік. Және мен тағы болашақта білгені ол басқа да елдердің көрнекті жерлерін жақсы. Мен бүгін халықаралық туризмді білдім. Біз бүгін тыныс белгілерін, сұрақ белгілерін арасындағы өте белгіні үйрендік.
сол кешо мен басқа мәліметтерді білгім келеді. Мен бұл сабақта туризм не екенін білдім. Мен қалай топпен жұмыс істеу керек екенін үйрендім. Мен басқа да мемлекеттердің көрнекті жерлерін білгім келеді. Biz bugün senin sonunda konuşacağız. Қалай жасқым керектігін үйрендім. Және тағы да туризм туралы, басқа елдер туралы көп егер тұрғылықты жерде идеялы жергілікті өтетін болса, туризмді дамыту бойынша жүзеге асырылуы мүмкіндігі бар қандай идея ұсынатын едіңдер? Аргументті кесте жазамыз. Ya, 226 bed.